Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге видео шақыруға кез келген өлеңді, әнді қоюды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең бірінші CapCut'қа кіреміз. Жаңа жасап жатқан өзіміздің видео шақыруымызға кіреміз. Например, алдындағы асқа шақыру видеосына көрсетейік. Например, соған енді біз жаңағы әкеге арнап бір өлең қою керекпіз. Ол үшін ютубқа кіріп, әкеге ән, мұңлы ән, сағыныш деп терсеңіз де болады, болмаса просто асқа видео шақыру десеңіздер, өзінің видеосы шығады. Шақыру видео ютубтағы. И соның өлеңдер шығады. Сол өлеңдерде сөйтіп осы методпен алсаңыздар, пайдалансаңыздар болады. Енді мен мына жерде музыканың дауысын өшіріп тастаймын. Өздеріңіз ютубқа кіріп тыңдап көресіздер, потому что бұл жерде авторское право нарушено деп келеді маған. Сондықтан мен музыканың бәрін өшіріп тастадым. Енді мына жерде мен таңдап жатырмын. Өзіме ұнаған өлеңді. Негізі өзім емес, енді клиентке ұнайтын өлең таңдаймын ғой. Бір-екі вариант істеймін. Өлең қойып, содан клиентке жіберемін. Клиент таңдайды осы өлең деп, соны қалдырамын. Енді менің әдісімді көрсетіп алайын сіздерге, қалай жасайтын. Енді мына әнді таңдадық делік, сосын поделиться деген батырманы басамыз да, копировать ссылку дегенді басамыз. Сосын ютубтан шығамыз да, телеграмға кіреміз. Телеграмда Газила деп жазасыздар, сол кезде сондай бот шығады. Мінекей Газила Downloader деген бот бар, соны тауып аласыздар. Мен уже бір жерде жұмыс істегенмін, сондықтан сразу шықты. Скрин жасап алсаңыздар болады, чтобы атын шатаспайтындай. Енді осы жерге ссылканы қоямыз да, жібереміз осы Газилаға. Сөйтіп ол бізге дайындап береді. Әртүрлі форматта видеоны дайындап береді, және де аудио шығарып береді. Бізге бұл жерде аудио ғана керек, сондықтан аудионың үстін басамыз да, аудионың үстін басқан кезде загрузка болады. Неке өлеңнің өзін шығарып береді. Стрелканы басамыз да, тағы загрузка жасаймыз. Загрузка жасап болғаннан кейін үстін басып, поделиться дейміз да, CapCut'қа жібереміз. Біз CapCut'та жұмыс істеп жатырмыз ғой, сол жаққа жібереміз. Мына жерде өлең дауысын бәрін мен жауып тастадым. Неке жібердік. Енді бұл жерде қараңыздар, қалай редактировать етеміз. Например, осы өлең, осы таңдаған менің өлеңім, басындағы мелодиясы өте ұзақ екен, и соңына қарай ғана жаңағы сөйлеп өлең айтып бастайды. Сондықтан мен бардым да тыңдап алдым. Сөйтіп маған в основном тек қана сөзі ғана керек та, өйткені музыкасы не туралы екенін білмей қалады да. Бұл жерде енді әкеге арнап жасап жатыр ғой шақыруды. Сондықтан да әкеге арналған өлең болғандықтан мен басындағы мелодияның бәрін өшіріп тастадым да, әке деп жаңағы басталып жатқан припевнан бастап қалдырдым. Мына жерде обрезка жасадым да, алдындағысын өшіріп тастадым. Сөйтіп мына основной өлеңді алдыға қарай апардым. Енді қосқан кезде уже сразу өлең айтып бастайды. Ән айтып бастайды, мелодия болмайды. Сол кезде уже әке деп айтып жатыр мына жерде өлең, и сразу түсінікті да, ол әкеге арналып жасалынғаны. Сол сіздерде енді клиентпен ақылдасасыздар, қалай дұрыс деп. Негізі мен басымнан солай істеймін, клиенттер солай ұнатады. Міндетті түрде бәрін тыңдап шығамыз, қалай болды, дұрыс па, дұрыс емес па, қиятын жер бар ма деген сияқты. И соңына барған кезде міндетті түрде өлеңімізді видео шақырумен бірдей етіп, обрезка жасап тастаймыз. Неке мына жерде обрезка жасадым. Сөйтіп біздің видео шақыруымыз 1 минут болды, және де әнімен бәрімен болды. Солай любой тойға сіз кез келген тойға осылай ютубтан әндерді аласыздар. 50 жас болсын, 1 жас, туған күн болсын, тұсаукесер, неше түрлі өлеңдер бар. Іздеп қарап көріңіздер. Үйлену той болсын, тағы да басқа беташар болсын, неше түрлі тойға осылай ютубтан ақ әндерді осылай скопировать етіп, ссылкасын жаңағы мен айтқан ботқа барып, ссылкасын беріп, ссылкасын қойып, өлеңді алып пайдалана берсеңіздер болады. Видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.